Сөз қазақ тілі халықаралық қоғамының президенті, Конституциялық комиссия мүшесі Рауан Кенжеханұлына беріледі. Ардақты ағайын, құрметті отандастар, жаңа Конституция тәуелсіздіктің 35 жылдық тәжірибесінен, қоғамның сұранысынан, қазіргі әлемдегі жағдай мен болашақтың мүддесінен туындаған тарихи қажеттілік. Осындағы болашақтың мүддесі білім мен зияткерлікке арқа сүйейтін жаңа экономика, оны алға сүйрейтін қабілетті де білікті жаңа ұрпаққа жол ашумен байланысты болса керек. Қазақ ерекше қабілетті халық. Ол қабілетке білім қосылса, алынбас қамал, бағынбас биік жоқ. Қабілет пен білімнің, яғни жер байлығы емес, адами байлықтың салмағы молая түсетін заман енді туып келеді. Халқы жас, білімі мол, жаңалыққа жаны құмар, жасампаз, еңбекқор ұлттардың заманы туып келеді. Біздің уақыт келе жатыр. Сондықтан зияткерлік ұлт қалыптастыру ұран емес. Жаңа кезеңдегі мемлекеттік саясаттың өзегі. Әр баланың сапалы білім алуға тең мүмкіндігі, әр жастың ғылыммен айланысуға жеткілікті жағдайы, әр кәсіпкердің инновация енгізуге еркіндігі конституциялық деңгейде қорғалатын құндылыққа айналмақ. Бұл ұрпағына қамқор кемелденген қоғамның көз сүйсінер амалы. Болашағын болжап қана қоймай, байыппен жоспарлай алатын саналы елдің парасатты әрекеті. Бұдан бөлек, қазақ тілі қоғамы мен тіл жанашырларының ұсыныстарының еленіп, ана тіліміздің мәртебесін өсіретін жаңалықтардың енгізілгендігін атамасқа болмайды. Біз тарихи тағдыр қатарластырған тілдерді құрметтейміз. Алайда, қазақ тілінің мемлекеттік тұғырдағы теңдессіз мәртебесі анық айқындалу керек еді. Сол ойымыз орындалды. Ендігі біздің болашағымыз қазақтың тілінде, сол тілде дамитын ғылым мен білімде. Құрметті ағайын, жаңа Конституция біздің ортақ келісіміміз, болашақ ұрпаққа қалдыратын аманатымыз. Біз бүгін үшін емес, ертеңгі зияткерлік күші мол, бәсекеге қабілетті, білімді Қазақстан үшін шешім қабылдадық. Жаңа Конституция еліміздің қуатты ертеңіне берік тұғыр болғай. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Рауан Кенжеханұлы.